Саламатсыздар ма әріптестер, егер де осындай слайд керек болатын болса, хабарлассаңыздар, мінекей қарап жүріңіздер, осындай бір керемет слайд. Мына жерде жаңа үй жұмысын тексерген кезде балықты тамақтандырасыз, сөйтіп келесі сұрақ және келесі балықшы тұрады тамақтандырып. Әрі қарай ой қозғау кезінде мындай хат болады, шаблон десеңіздер болады. Хат болады, хатты бассаңыз жаңағы сұрақтар шығады. Конвертінің ішінде не бар, сосын жұмбағы шығады, сода жүзеді, балық емес, адамға дос, бірақ тілі жоқ деген сияқты. Жауабы дельфин деген сияқты. Бұл жаңа тақырып. Дәл солай ұжымдық жұмыс. Енді бұл слайдтың беттері, бұны мұғалім өзі толтырады. Сосын слайд өз сабаққа бекітіп мынандай да бір HTML форматтар ойында жасауға көмектесем. Мінекей ойын бастаған кезде ақиқат, жалған деген сияқты ойындар ғой. Бағалауда сіздер жаңа мынандай анимация 6 балды сенеқ оқушының атын жазып қоясыздар. 8, 9, 2 деген сияқты оқушы өзінің тақтаға шығып өз-өзіне баға қоятын болады. Кері байланысқа осындай міне түсіндім, сұрағым бар деп сұрақтарға жауап береді. Түсіндім. Сұрағым бар. Түсінбе, түсіндім. Сұрақ